Баршаңызға сәлем. Мен сіздермен бүгін Инстаграмда хит болып жатқан восточный пирогтың қалай жасалуымен бөлісетін боламын. Егер сіздерге қызық болса, видеоның соңына дейін қарап, лайк, комментарийді аямаңыздар, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Пирогымызды дайындау үшін бізге ең алдымен 400 грамм ұн және сары май қажет болады. Сары майды салқын күйінде онымен бірге араластырамыз. Мінекей, біздің тестамыз осындай болуы қажет. Енді үстіне 1 шай қасық қопсытқыш, 1 кесе қант және 1 жұмыртқа салып, қамыр илейтін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Бетін жауып 5 минутқа қоя тұрсаңыз да болады, немесе бірден ыдысымызға салып бастай беруімізге де болады. Табамыздың ішін сұйық маймен майлап, қамырымызды осы видеодағыдай етіп жайып шығатын боламыз. Мен осылай шанышқының көмегімен қамырымыздың жиегін біркелкі етіп аламын. Мінекей қамырымды табама салып болдым. Енді үйдегі бар дәндерді салып шығатын боламын. Менде грек жаңғағы, ежик коричневый және мейіз. Енді осының үстіне 1 банка сгущенканы құйып, лопатканың көмегімен қалған жерлеріне де жағып шықтым. Осыны алдын ала қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің хит болып жатқан восточный пирогымыз дайын. Мен бұл жерде пирогымыз толықтай суығаннан кейін ғана ыдысынан алып жатырмын. Негізі ішіне үйдегі бар кез келген дәндерді салып, дәл осындай восточный пирогты үй жағдайында дайындасаңыздар болады. Дәмі өте керемет шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.